Балапандармен өткен қызықты бір күн. Всем привет! Бүгінгі блогымыз біздің балапандарға арналған қызықты бір күніміз болады. Бүгін мен балапандарымды осындай қызықты ойын алаңына алып келдім. Жұмысымен бірақ балапандарға көңіл бөліп тұрған жөн. Сіз балдарыңызды аптасына болмаса да айына неше рет ойын алаңына апарасыз? Комментарийға қалдырып кетіңіз өз пікіріңізді. Менің балам осы аттракцион мынандай ойнайтын жерді қалады, осының ішіне кіргіздім. Ходына примерно 4000 теңге төледі. Қызыма бесплатно, 1 жасқа толмағаннан кейін. Содан кейін балам жалығып кетті ма, безлимитке алғанбыз ғой. Содан келесі ойын алаңына кірем деп осы ойын алаңына кіріп едік. Іші прямо күшті екен, бірақ әр мамандық иесінің әртүрлі неге бөліп қойған ғой, бөлмеге. Маған прямо ұнады, қызым осының ішіне кіріп, басы кіріп кетіп ойнады ғой осының ішіне. Қызыма ұнады басқа, бірақ ол қызым түгіл, мен оның ішіне қызықтым да, өйткені бала қызықтырып алып кететіндей, бала ойнайтындай, бала қызығып ойнайтындай нәрсе ішінде көп. Сондықтан екінші ойын осыған кірдік. Бұған біз безлимит емес, 1 сағатқа кіріп ойнаттым балаларымды. Солай әрі қарай балаларымды тамақтандырайын деп шамалы тамақтандырып алып, манағы безлимит алып қойған жерге барып қайттан кіріп соны жауып қайттық қой. Балам да тойды, мен де тойдым. Сонымен ойын алаңын тойып қайттық.